الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نقرأ كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мәдинадағы еврейлер, Яхудул Мәдина. Мәдинадағы еврейлердің қашандан ол жерге келгендігін айттық. Не себепті Мәдинаға келгендігін айттық. Тек Мәдинада ғана емес, Мәдинаның төңірегінде басқа да мекендер бар, елді жерлер бар, сол жерлерге қоныстанған. Және айта кететін болсақ, көк су бар, тұруға, тұрақтауға, тіршілік етуге лайықты болған климат дейді ғой, қолайлы болған жерлерді алған. Құрма ағашы көп, құрма жемісі беретін ағаштарды паналаған, немесе сол жерлерді иеленген. Келу себебін айтып кеттік. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккені тастап кеткенмен де жаудан, дұшпаннан, қарсы келетіндерден, дінге кедергі жасайтындардан толыққанды құтылған жоқ. Меккеден кетті дегені тыныштықтың басталғанын білдірмейді. Құрайыштан арылдым, болды, енді тыныш күн басталады, енді тыныш заман басталады деп айтуға болмайды, бәлкім күшейе түсті. Демек, бұдан түсінетініміз не? Біздің мына өміріміз осылай басталады, осылай аяқталады. Өлім ақиқат екенін білу керекпіз. Адамдардың көңілінен шықпайсың, ешкімге жақпайсың. Екінші ақиқат. Үшінші ақиқат, адамдардан әрдайым сен зиян шегесің. Бұл өзгермейтін үш нәрсе. Үш нәрсе. Міне, пайғамбарымыз Меккені тастағанмен де Мәдинада пайғамбарымызға зиян беретіндер, өлтірмек болғандар да табылады. Солардың бірі Яхуд. Кімнің ұрпағы? Исраилдің ұрпағы, немесе Яқуб алейхиссаламның балалары. هذا وكما ابتلى الله المسلمين في مكة بمشركي قريش ابتلاهم في المدينة بيهودها وهم بنو قينقاع وقريظة والنضير. Міне, Алла тағала мұсылмандарды Меккеде Құрайш мүшриктерімен сынап, азаптап қинаған болса, Мәдинада мына үш тайпа еврейлермен не істеді? Сынады, қинады. Бұлар дұшпандықты, қырсықтықты, жаулықты іштей жасырды. Сырттай көрсетпесе іштей жасырады. Олай сырттай тату-тәтті, бейбіт тіршілік қылып жатқан сияқты болғанмен де, әрдайым іштей кек алуды, іштей өшті тығып жүреді. فَإِنَّهُمْ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ min ba'di ma tabayyana lahum annahu al-haqq. Міне, пайғамбарымыздың ақиқат екені баяндалған кезде, көздері жеткен кезде, олар нені ашықтай көрсетті? Қырсықтықты, дұшпандықты, жауласуды, көре алмаушылықты анық ашық көрсетті. وكانوا قبل مجيء الرسول يستفتحون على المشركين من العرب إذا شبت الحرب بين الفريقين بنبي يبعث قد قرب زمانه. Арабтар мен еврейлер арасында соғыс басталған кезде соғысты олар Мұхаммадун деген есімнен бастайтын болған. Мәдәт я Мұхаммад, мәдәт я Мұхаммад. Оны айттық,
فلما جاءهم ما عرفوا استعظم رؤساؤهم أن تكون النبوة في ولد إسماعيل. Міне, маңызды жер. Демек, олар күтпеді, нені күтпеді? Пайғамбарлықтың, немесе пайғамбарлық, соңғы пайғамбарлық. Исмаил алейхиссаламның балаларынан шығатындығын күткен жоқ. Демек, нені күтті олар? Олар әдеттегідей қалыптасқан, әбден үйренген, ол Исхақтың балаларынан шығу керек. Исхақ алейхиссаламның балаларынан. Ол кімдер? Яқуб алейхиссалам, содан кейін Юсуф алейхиссалам, сөйтіп, Муса алейхиссалам, сөйтіп келіп, Айса алейхиссалам. Осылардың барлық кімнен шығады? Яқуб алейхиссалам. Қаншама пайғамбарлар солардан шыққандықтан олар үйреніп қалған соған. Бізден шығады, күдіксіз. Сөйтіп жүргенде не болды? Исмаил алейхиссаламның балаларынан шыққандығы оларға қатты ауыр тиді, оны көтере алмады, истағзама. Факафару бима анзалаллаху бағиян, біле тұра Алла түсірген нәрсеге күпірлік қылды. Міне, біле тұра. Демек, білмей күпірлік қылу бар, біле тұра қырсығып, әдейі көре алмаушылық қылып күпірлік қылу бар. Мынау екінші, ауыр, өте ауыр, кешірілмейді. Білмегендікі жеңілдеу. Қай жағынан? Оған білмегендіктен деп қарайды. Түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, насихаттайды, дағуаттайды, тәубеге шақырады. Демек, күпірлік емес, жалпылама, біліп тұрып, сен біліп тұрып, мұсылмансың кейде, біліп тұрып, ақиқатты жасырсаң не болады? Осыларға ұқсайсың. Біліп тұрып, қырсықсаң, нәпсіңе беріліп, ақиқатты мойындағың келіп тұрған жоқ, түсе салғың келмейді. Сүйін десең, абыройың төгіліп қалатындай, кемшілік боп қалатындай не істейсің? Қырсықатын болсаң, мыналарға ұқсайсың. Бұл жерде Алла Тағала еврейлерді бізге мысал келтіріп жатыр. Қай жағынан? Осындай сипаттарымен мысал келтіріп жатыр. Соның бірі, олар көп сұрақ қоя беретін. Міне, көп сұрақ қоймаңдар дедіңіз. Соның бірі, олар жалыққан. Неден жалыққан? Әс-сәлуа уәл-мән, аспаннан түсіп тұрған ешбір шаршаусыз, ғанибетсіз, қиналмастан, маңдай теріңді төкпестен келетін ас. Соны жеп жалығып кеткеннен не деп айтты? Бізге жерден шығатын пияз, тағы басқаны не істеп бер деді, Алладан сұрап берді. Сонда Муса алейхиссаламның тілімен Алла Раббымыз не деп айтты? Атастабдилуна аллази хуа адна. Сонда сендер жоғары болып тұрған, жоғары дейміз, әл-мән әс-сәлу. Ол қалай келеді? Алладан нығмет болып келеді, шаршаусыз. Жатасын жей бересің. Соны әдна дейміз, қиындықпен, машақатпен, шаршаумен келетін нәрсемен алмастырасыңдар ма дейді. Сөйтсе адамның табиғаты екен, жалығу. Міне, демек күпірлікке апаратын нәрсенің бірі жалығу. Күнделікті сен бір тамақты жей берсең жалғасын. Содан не дейсің? Басқа тамағы жоқ па деген сөзді айтасың. Осың күпірлікке жатады. Қай мағынада? Ана күпірлік емес, діндік, сенімді күпірлік емес. Қандай күпірлік? Алдындағы тұрған нығметті не істеу? Жоқтау. Біз байқамай осыны күнде істейміз. Мысалға, күнде істейтініміз қандай білесіздер ме? Тыныштық. Мына бейбіт заманның қадір-қасиетін білмейміз біз. Сол себепті осының астында, осының ішінде тірлік қылып жатқандықтан біз басқа нәрсеге көңіл аударамыз, соны дейміз, сөгеміз, мынау болмай жатыр дейміз, бірақ негізгі нығмет бар, тыныштық, бейбіт заман. Көрдіңіздер ме? مع أنهم يرون أن رسول الله محمدا لم يأتي إلا مصدقا لما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على من سبقه من المرسلين مبينا ما أفسده التأويل منها. Пайғамбарымыз жаңа бір нәрсе алып келген жоқ, бәлкім
олардың қолындағы, оларға әкеп беріп кеткен пайғамбарлардың айтқанын, және сол кітаптағанын не істеп келді? Мусаддық, растап, шындап келді. Сондай-ақ олардың қолдарымен кітапқа енгізген, кітапты бұзды ғой өз тараптарынан. Соны да не істеді? Дұрыстап берді. وَلَكِنَّهُمْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Міне, كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لَا يَعْلَمُونَ ба жоқ, كَأَنَّهُمْ ба, كَأَنَّهُمْ, білмейтіндей. Артқа тастат дейді. Артқа тастат дегеніміз еленей бұрылып кетіп қалу, мойындамау, қырсығу дейді. Біліп тұрсың, түсініп тұрсың, сонда не дейсің? Қойш дейсің. Міне. Сондай-ақ исламнан тапқан айыптары, немесе ислам дініне таққан айыптары мынау. Насхул ахкам. Насх дегенімізде үкімдердің жойылуы. Бір аят түседі, біраз уақыттан кейін сол аят немесе сол үкім аяттағы баяндалып тұрған не болады? Жойылатын болады. Содан бұлар не дейді? Сендердің діндерің бір түрлі екен. Біресе бұлай дейді да, біраз уақыт өткеннен кейін сол айтылған үкімді жоясыңдар. Бұл қалай деп тапқан діндегі айыптары болды да, немесе діндегі тапқан кемшіліктері сол болды. Бірақ шын мәнінде олай емес. Үкімнің жойылуы олай емес. Үкімнің жойылуы не себепті? Ойланып терең қарасақ, терең зерттейтін болсақ, сонда Алла тағаланың ілімінде өзгеріс болды ма? Бүгін былай деді де, ертең былай деді деген сөз мынандай мағынаға апарады, немесе мынандай түсінікке апарады. Демек, Алла тағаланың ілімінде, құзырында не пайда болды? Өзгеріс. Қандай өзгеріс? Қай жағынан? Басындағы үкім не болды? Бұйырғандай болмай шығып тұр да, ол қалағандай емес, сөйтсе ол үкім басқаша екен. Содан не істетті деген сөз? Оны қайтадан өзгертті деген мағынаға алып барады. Міне, еврейлер соны негізеді. Өте терең, тонкий жер орысша айтқанда. Арабша айтқанда дақиқ жер. Не деп айтты? Сендердің ислам діндеріңде бір кемшілік бар, айып бар. Ол қандай? Үкім өзгеріп отырады дейді. Неге не айтпақ сонда? Алла тағаланың ілімінде өзгеріс пайда болды деген сөз. Ал Алланың ілімінде, затында, сипаттарында өзгеріс болуы мүмкін емес. Сонда үкім Алла үшін емес. Кім үшін өзгеріп тұр үкім? Жаратылыс қолдар біз үшін өзгеріп тұр. Неге? Себебі біздің жағдайымыз күн өткен сайын өзгереді. Түсінікті ма? Жағдайымыз уақыт өткен сайын өзгереді. Түсінікті ғой? Және мекенге қарай өзгереді. Сонда бұл жерде үкімнің өзгеруі Алла тағаланың жағдайында немесе Алла тағаланың сипаттарында өзгеріс болғандығын білдіре ме? Жоқ. Біздегі бір өзгеріс себепті өзгерді. Біздегі мекен, заман, қоғам, адамның өз себепті үкім де өзгереді. Мынаны түсініп алыңыздар. Үкімдердің өзгеруі бір үкімнің бұрын болып, кейін жойылып кетуі, ол Алла тағаланың ілімінде өзгеріс болып жатқан жоқ. Немесе даму болып жатқан жоқ. Даму дегеніміз не? Кеше толыққанды көре алмады, бағана мәселені қалай өрбіп дамитындығын. Уақыт келген кезде не болды деген сөз? Алла соны көрді деген сөз. Алла сақтасын. Ол күпірлік болады, адасушылық болады. Сонда Алланың ілімінде өзгеріс те болған жоқ. Не болған жоқ? Дамуда жаңалық енген жоқ. Ол бізде, сол себеп бізге қатысты үкім өзгерген. Оны олар түсінбеді. Ертең сұрақ қойған кезде түсіндіре алу керексің. Неге сендердің діндеріңде мынандай аят бар, бірақ сендер оған амал етпейсіңдер? Ал Құранды зерттесеңдер, сондай аяттар бар, оқылады да, оқылу құлшылық боп келеді, бірақ оған амал етпейсің. Үкім жоқ. Құранда бар, оқылу құлшылық, оқу керексің, бірақ оған амал етпейсің. Неге? Амал тұрғыдан не жойылған? Үкімі жойылған. Не деп жауап бересің? Міне, Алланың ілімінде өзгеріс болған жоқ. Ол бір нәрсені білмей қалып, Алла сақтасын. Алла сақтасын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кейін біліп, осылай екен ғой деген жоқ. Міне, бұл жерде аналардың айыптағаны сол болды.
وما دروا أن القادر العليم يعلم ما يحتاجه الإنسان أكثر منهم. Олар түсінбеді, көздері жетпеді. Ұлық құдіреті толық болған, барлық нәрсені білетін Алла Тағала адамның неге мұқтаж екендігін, тіпті мұқтаждығынан артық білетіндігін білді. Алла Тағаланың ұлықтығын біз ешқашан суреттей алмаймыз, түсіне де алмаймыз, мүмкін емес. Егер суреттеп түсінген болсаң, сол күні сен адастың. Сол күні Алла жаратылған болады сен үшін. Неге? Себебі сен жаратылған болып тұрып, оны жаратылмағанды түсіндің. Қалай түсіндің сен? Сонда түсіндім деген сөздің өзі қауіпті. فإنه ميال بطبعه للترقي منه. فإنه ميال بطبعه للترقي. Себебі адам баласының табиғаты сондай не? Тараққи. Әрдайым не істеп отырады? Өркендеп, дамып отырады әрдайым. Күн өткен сайын бір нәрсені біліп, алға қарай жылжып отырады. والرسول عليه الصلاة والسلام وجد بدء بين جماعة من العرب أميين ليسوا على شيء من الاعتقادات الإلهية. Ал пайғамбарымыз келген кезде арабтардың арасында көпшілігі не болды? Сауатсыз болды. Қаймағанада умми, жазуды, оқуды білмейді. Сондай-ақ не болмады оларда? Сенім жоқ. Себебі олар кім көрген жоқ? Пайғамбар көрмеген. Сол себепті оларда құдайлық бір ұстаным, сенім жоқ. Сонда не? Жалпылама, сенімсіз. فكانت الحكمة داعية لأن يكون التشريع لهم على التدريج. Олай болса, жазуды оқуды білмейтін болса, ондай қоғаммен, ондай елмен, ондай үмметпен сен қалай мәміле жасау керексің? Подход орысша. Қалай кеп олармен мәмілеге кіру керексің? Бірден үкімдерін бәрін айтпау керексің ба? Жоқ, тәдриж болу керек. Тәдриж деймізде біртіндеп сатымен қозғалу керексің. Міне хикма, даналық сол жерде жатыр. Не істеу керек? Еш нәрсеге дайын емес, білмейтін қауыммен немесе қоғаммен. Шариғат қалай болады? Шариғат бірден жүктемейді үкімді. Оған дәлел арақтың өзін жақсы білеміз. Араққа қатысты 5-тен көп аят бар. 5-тен көп аят бар. Айша анамыздың өзі осы жерде не деп айтқан радиаллаху анха, Алла разы болсын, не деп айтты? Егер, міне, мынаған дәлел, егер араққа қатысты үкім бірден кесілді, үзілді түскенде, ешкім көтер алмас еді деп айтқан. Ешкім көтер алмас еді. Мағынасы не? Онда қойып кетпейді деген сөз. Яғни арақты үкім түскеннен тоқтата алмас еді деген сөз. Бәлкім қалай түсті? 5 аят түскен. Бірінші анасын айтады, мынасын айтады. Тіпті басында арақ ішіп, неге келді? Намазға келді. Солай ма? Намазда тұрып, кафирун сүресін оқығанда нені тастап кетті? Ла деген сөз тастап кетті. Ла а'буду ма та'будун дегенде. А'буду ма та'будун. Не себепті? Ішкендіктен. Не осылай біртіндеп уақыт өтумен не істей бастады? Аят түсті. Соңында арақ харам болды. Дайындады ма? Дайындады. Бұлар оны түсінбеді. لأنه لو حرم عليهم شرب الخمر وأكل الربا. Алла Тағала оларға арақты, сондай-ақ пайыз өсімді бірден харам етіп тыйым салғанда, وأمرهم بالصلاة والزكاة وهكذا إلى آخر الأوامر والمناهي التي جاء بها الشرع الإسلامي لما نفي أجابه أحد من هؤلاء النافرة قلوبهم. Немесе құлубухум. Жүректері әлі бет бұрмаған, жүректері әлі исламға бет бұрмағандар, егер оларға арақ, жаңағы өсім деген сияқты, риба, өсім, пайызбен жұмыс істеу, солардың барлығы сендер бүгіннен бастап харам болды дегенде, олар не істемес еді дейді? Намаз оқыңдар, зекет беріңдер деп. Бірден үкім түссе, не істер еді? Қабылдай алмас еді, бәлкім не істеп қашып кетер еді дейді.
والمختلفة أهواؤهم الذين كانوا منغمسين في كثير من الأضاليل. Сондағы не болған? Ахуа дейміз, қалаулар, ойлар әртүрлі болған. Айтпаған не нәпсілері. Неге түсіп кеткен? Адасушылыққа батып кеткендерге бірден айтсаң, бүгіннен бастап намаз оқы десең. Жоқ. Оған көпшілік көнбейді де, келіспейді. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر شيئا فشيئا حتى روضت عقولهم. Пайғамбарымыз бір нәрседен, аздан тіпті не істегенге дейін ақылдары руида дейміз, риядо деген етістік бар. Риядо деген сөз бар. Маған сен соны жаттығып, машықтанып, әбден сіңіріп алған кезде не істеді? Айтты. Демек, таруид керек бізге. Тіпті нәпсімізбен де күрес немен болады? Таруидпен болады. Бірден сен қазір балта жауып кесе алмайсың. Нәпсінің өзіне не жаса деген? Риядо жаса деген. Мағынасына ақырындап. وهذبت نفوسهم نفسلر تربيلند وكانت الأحكام لا ينزلها الله عليه إلا عقب الحوادث التي تقتضيها. Міне, Алла тағала пайғамбарымызға үкімдерді түсіретін еді. Қашан? Қажетті болған кезде, және неден кейін? Қажетті болып тұрған кезде, және неден кейін? Үкімді қажет ететін орын, үкімді қажет ететін оқиға орын алады ғой. Бір оқиға орын алды, оның үкім баяндалмаған. Бір нәрсе орын алды, бұрын соны ешкім істемеген. Сол орын алған кезде соның артынан не түседі? Бірден үкім түседі. Міне, не деген? Тәдриж. Лиякуна таъсиру фи нуфуси ашад. Неге? Міне, орын алды бір мәселе. Зина жасалды ма, тағы басқа бір үкім баяндалмаған бір нәрсе орын алды, бірден артынан үкім түссе, не болады дейді ол? Нәпсіге, адамның жанына бірден қатты әсер етеді. Бірден не істейсің? Тоқтайсың, қабылдайсың. Демек, Алла тағала не істеген? Бізді жаратқандықтан, біздің қандай екенімізді біле тұра үкімдер түсіріп тұр деген сөз. Яғни біздің нәпсімізге, болмысымызға қарамастан түсіре салған жоқ. Жоқ, соның өзін ескеріп түсірді деген сөз. Ол не? Бұл Алланың рахмасы, мейірімі. Сенмен санаспай, сен істесең де, істемесең де, сен түсінсең де, түсінбесең де, маған бәрібір менің бұйрығым бұл деп түсірсе түсіре ала ма? Оның ақысы. Ла юсәлу амма яфәл ва хум юсәлун. Ол істей алады. Сен сұрақ қоя алмайсың, мен сұрақ қоя алмаймын. Неге? Ол жаратушым. Бірақ сонда да не істеп тұр міне? Бізге ыңғайлы қылып беріп тұр. Ол несі? Рахма. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Алланың нығметін санайтын болсаңдар, сендерге берген санай алмайсыңдар. Соның бір осы. Сенмен санасқандай болып тұр ғой. ولكن اليهود أرادوا غل يد القدرة عن أن تفعل إلا ما يشتهون. Бірақ ал не істеді дейді? Ғалла, не деп айтты дейді? Бұл жерде Құранда не деп айтты? Алла тағаланың екі қолы байланған екен деген сияқты мағынада олар Алла сақтасын күпірлік сөзін айтты емес пе? Құдірет ешнәрсе жетпейді деген деп. Жоқ, олар не істегісі келді? Өздерінің қалауларының орындалғанын қалады. Нәпсілерінің. وقد حجهم القرآن الشريف بما يدل على أنهم يعلمون من نفوسهم البعد عن الحق. Міне, Құран келіп не істеді? Олар ақиқатты біліп тұр. Білсе де не істеп тұр? Қырсығып әдейі оны білмегендей жүргендігін баяндады. Біледі, бірақ білмегендей жүргендігін баяндады. فقال في سورة البقرة استعيذ بالله قل إن كانت لكم الدار الآخرة. قل мағына айт кімге? Пайғамбарымызға айтып жатыр. Я Мұхаммад, оларға айт. Олар кім? Еврейлер. Кімнің ұрпағы? Яқуб немесе Мусаның үмметі. إن كانت لكم الدار الآخرة. Сендер айтқандай, айтып жүргендер, сендер солай ойлайсыңдар, ұстанымдарың сондай, шынымен сондай десеңдер, немесе сендер айтқандай ақырет, еврейлер сөйтіп айтқан ақырет біздікі деп. Солай болатын болса, айындалла Алланың құзырында. Олар не деп айтты? Алланың құзырында ақырет біздікі. Ақырет бізге арналған деп айтты. Шынымен солай дейтін болсаңдар, халиса,
Бұған ол ақырет күніне, Алланың құзырында ақырет күніне жаннат деген сөз ғой. Оған басқа, бізден басқа ешкім ортақтаспайды деген сөз. Халиса дегенде біз ғана кіреміз. Кімдер? Еврейлер. Солай ойлаған болсаңдар, солай ұстансаңдар, иман еткен болсаңдар, мин дунин наси фатаманнаул маут. Онда нен сұраңдар? Нен армаңдар? Нен тілеп алыңдар? Өлімді, егер ин кунтум садиқин, сол айтқандарыңыз шынайы болсаңдар, шыншыл болсаңдар. Әлбетте оны ешкім істеген жоқ. Ешкім істемеді деген сөз, айтып жүрген сөз не болды? Жалған. Осымен істеді Алла Тағала, осы аятпен, осы сынды аяттармен олардың жалған сөйлеп жүргендігін қайта-қайта паш етіп масқаралап отырған. Сумма хаттама жалла зикруху адама иджабатихим биқаули. Одан кейін олар мына сұраққа, осыған ешқашан жауап бере алмайтындығын нақты айтты. Хаттама дегенде қата, кесіп айтты. Не деп? Сендер бұған жауап бере алмайсыңдар, өлтіре алмайсыңдар өздерің. Неге? Себебі сендер үшін ең ауыр қорқыныш нәрсе не? Өлім. Еврейлер үшін ең ауыр, ең қиын нәрсе өлім. Содан Алла не деді? Олардың орнына жауап берді. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Кәпірлер, Алланың үкіміне қарсы келгендер қанша қарсы болып ұнатпаса да, Алла Тағала өзінің қалағанын іске асырады. Мына аяттың мағынасы жалпылама осындай. فَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ لَمَا تَأَخَّرُوا عَمَّا طَلَبَ مِنْهُمْ مَعَ سُهُولَتِهِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى تَكْذِيبِ الصَّادِقِ لَمِنْ. Міне көрінді, олар шынымен айтқандарына сенсе, айтып тұрғандар рас болған болса, онда не істеу керек еді? Бағанағы нәрсені орындай салу керек еді. Ол қандай нәрсе? Оп-оңай нәрсе. Өздерін өлтіріп қайда кіріп кету керек еді? Бағанағы айтып жатқан жаннатқа кіріп кету керек. Оңай нәрсе ғой. Бірақ сонда не істеген жоқ? Істей алған жоқ. Сонда бұлар не болып тұр? Әмин болып, шыншыл болып келген пайғамбарымызды не істеу? Тек қана жалғанға, өтірікке шығару. وَلَمْ يَنْقُلْ لَنَا عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَنَّهُ تَمَنَّى ذَلِكَ. Міне, осы күнге дейін бізге бір хабар жеткен жоқ, біреуден жеткен жоқ. Не деп? Солардың біреуі не істеген? Әттең өлсем ғой деп, мына аятқа амал етіп өлмек болғандығы жайында хабар жетпеген. Кім жайында? Еврейлер жайында. وَلَوْ نَطَقَ بِاللِّسَانِ. Тіпті не деп айтпаған? Тілмен де айтпаған. Яғни әрекеті де жоқ, сондай-ақ жай әрекет етпесе де, өтірік болса да тілмен де айтпаған. Істей алмайды оны. وَقَدْ تَبَيَّنَ الْهُدَى لِأَحَدِ رُؤَسَاءِ بَنِي قَيْنُقَعَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ибн Салам. Бұл кісі Қайнуқа тайпасының, еврейлер тайпасының несі болған? Хибр деймізде көп оқыған, ғалымы болған. Сол себепті исламды қабылдайды. Еврей исламды қабылдаған. Исламды қабылдаған еврейлер бар, бірақ соңына дейін исламда өткендер аз. Соңына дейін исламда бекем боп, хасуна исламу деп жатады ол кітаптарда. Хасуна исламу дегенде исламда бекем боп, көркем өмірден өтті деп жатады. Жоқ, олардың саны аз. Мынау сол кісі, исламға кеп, сол исламда қайтыс болған. فترك هواه وأسلم بعد أن سمع القرآن بعد أن كان اليهود يعدونه من رؤسائهم عدوه من سفائهم حينما بلغهم إسلامهم. Абдулла ибн Салам айтқанымдай ғалым кісі болған, исламды қабылдайды Құранды естігеннен кейін. Ал ол кісінің исламды қабылдау жайында риуаяттар жеткен, хадистер жеткен, соның бірі жеткен көп риуаяттар. Соның бірі, бұны мен қазір қоятын сұрақты жер бетінде бір адам білмейді. Оны білетін тек пайғамбар ғана біледі. Жауап бере алатын болса, ол пайғамбар деген. 3 сұрақ дайындап келеді. Бір риуаятта 4 сұрақ деп айтады. Соның біріншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп сұрақ қояды, мына кісі Абдулла ибн Салам. Біріншісі, енді рет бойынша қателесу мүмкін, бірақ жалпылама осы сұраған. Біріншісі, бала ұрпақ неге ата-анасы ұқсайды деген. Не себепті? Қыз болсын, ұл болсын, неге ата-анасы ұқсайды деген сұрақ туған.
Оны сол тұста, сол заманда ешкім білмеген жер бетінде. Және ол нақты сеніп келген. Бұл жауапты ешкім білмейді деп, сұрақтың жауабы. Пайғамбарымыз деп айтқан, еркектікі бірінші шығатын болса ұрығы, әйелдің ұрығы кейін шығатын болса, еркектікі бірінші болғандықтан ұрпақ немесе бала еркек ұқсайды. Еркектікі екінші шығып, әйелдікі бірінші келетін болса, бала әйел ұқсайды деген. Бұны кейіннен біз не қылып шығардық? Зерттеп кеп X, Y тағы басқа деп шығардық қой. Я, міне. Оны қашан айтқан пайғамбарымыз? 15 ғасыр бұрын айтқан. Сол тұста оны ешкім білмеген. Екінші сұрағым. Қияметтің алдында. Біз білетін қияметтің үлкен белгілері бар. Күн шығыстан емес, батыстан шығады. Я, сосын дәджжал шығады. Соның алдында үлкен бір тағы бір белгі бар. Ол көп жерде айтылмайды. Айтылмайды дегенде көп жерде зікір етілмейді. Соны сұрайды, ол не дейді? Ол мына шығыс жақтан да батыс жақтан да бір жалындаған от жанады, себепсіз. Ешкім тоқтата алмайды, ешкім өшіре алмайды. Адамдардың бәрін не шығыстан не батыстан жанады да бастап алып, сол жақтың бәрін өртеп, адамдарды былай қуады. Соны сұрайды. Пайғамбарымыз соны айтып береді. Қияметтің алдындағы белгісі. Екінші сұрағыма, үшінші сұрағым. Мына ай туған кезде, толған кезде байқасаңыздар, айда бір домалақ қара дақтар бар мынандай. Соның себебін сұрағым. 15 ғасыр бұрын. Оның себебі неден? Оның себебі басында күн мен ай бірдей болған. Қай жағынан? Жарығы жағынан, сәулесі жағынан, күші жағынан бірдей болған. Екеуі де бірдей болған. Күн не, ай не? Күн қандай қызмет етеді? Тура сол сияқты айда да сонда қызмет болған. Бірдей, жылтатын. Содан қандай түсті? Фамахауна аята лейли. Сосын аяттың соңы былай, басында қалған сол фамахауна деп айтады. Махауна дейміз, тақтаға жазасын бормен соны өшіресің ғой, өшіргішпен. Тура сол сияқты айдың жарқыраған несі бар ма, күші бар емес пе? Соны өшіріп тастадық деген аят түскен. Сонымен не болып қалады ол? Күн сираж болып не болса, жарық беретін болса, әшиға беретін болса, ай не істеді? Жай ғана сәуле беретін болып қалады. Несін алып тастады? Сонда бағана күшін бетіп өшіргішпен өшіргендей өшіріп тастаған. Содан пайда болған дақ. Міне оны айтқанда, ана кісі айтқан, бұны жер бетінде тек қана пайғамбар біледі деген. Үш сұрақ па? Үш сұрақ. Төртіншісі, Аллахумма салли аля саййидина Мұхаммад. Төртіншісі бір сұрақ қояды, оған да пайғамбарымыз жауап береді, есіме түспей тұр. Сол кезде сұрайды, саған бұны кім айтты деп. Саған бұл сұрақтың жауабын кім айтты дегенде, пайғамбарымыз айтпайды. Жибрил алейхиссалам ол кісі келе жатқан кезде келіп, ол кісінің сұрағын қандай болатынын және оған жауапты айтып үйретіп кеткен. Жибрил алейхиссалам деп айтады, бірақ Жибрил алейхиссалам деп айтқан кезде ол кісі Жибрил алейхиссаламды не істеп жүреді? Боқтауға, лағнеттеуге дайын тұрады. Сол арада пайғамбарымыздың кемелдігі, зеректігі не істеп тақырыпты өзгертіп басқа жаққа алып кетеді. Неге? Себебі ол кісі дінге кірейін деп тұрған. Осыдан ғалымдарымыз айтады, кірейін деп тұрған адамға кейінгі діннің тармақтары ғой енді. Сомен әлек қылмай, шұғылдандырмай. Пайғамбарымыз есептейді, оны жапты да, оны кейін түсініп алады, ол қазір маңызды емес деген сынды не істеді? Мәселені басқа жаққа бұрып, дінге кіргізіп жіберді. Ол жерде отырмады да дейді, отырған жоқ дейді, дәлелдеп, сен неге оны жек көресің? Ал білесіңдер, еврейлер кімді жек көреді періштелердің арасында? Жибрил алейхиссаламды. Мына мәселеге қатысты айттым. Кейін Абдулла ибн Салам бұл жерде айтылмаған, айтып кетейін. Исламды қабылдаған кезде мына оқыдық жаңа ғана, фатарака хауаху аслама, өзінің нәпсісінің қалауын, бұрынғы ойы бар, ұстанымы бар, соның бәрін тастады да, тәрк етіп, арылды да исламға келді. Исламға келді деген сөз мағынасы не? Демек, исламның несімен жүреді? Талаптармен, шарттармен, нәпсінің артында емес, өзінің ойының артында емес,
Өзі бір әлем кіріп кетіп жүрмейді. Бәлкім немен жүреді? Ақиқатпен жүреді деген сөз. Ба'дан сами'ал Qur'ан ба'дан кан яхуд яудунаху. Бұрын не деп есептеген еді еврейлер ол кісі? Яудунаху хуа. Абдулла ибн Салам кім деп есептеген еді? Басшыларынан, көсемдерінен, ғалымдардан деп есептеген еді. Ал хинама балағахум исламуху, оның исламды қабылдағандығы оларға жеткен кезде кім деп есептеп кетті? Ең наданы, ең ақмақ дұшпаны қылып алды. Міне. Абдулла ибн Салам еврейлердің осындай сипатты екендігін дәлелдеу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не істейді? Мына Қайнуқа тайпасын бәрін шақыр дейді. Бәрін шақырады, пайғамбарымыздың алдында келеді, өзі пайғамбарымыздың артында саллаллаху алейхи вассалам перденің артында тұрады дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз айтады, мен жайында олардан сұра дейді. Не деп айтатынын көресің дейді. Сонда пайғамбарымыз Абдулла ибн Салам жайында бағана Қайнуқа тайпасын сұраған, ойбай, ол біздің басшымыз, ол ғалым, ол деген кір жолатпайды, дақ жолатпайды, ешқандай айып жолатпайды. Сол арада Абдулла ибн Салам шығып деп, олай болса мен исламды қабылдадым деген кезде бүйтіп айтқан, ойбай, ол ең ақмақ, ең бейшара, ең сорлы, ол біздің жаманымыз деп тұрып бұрылып кетіп қалған. Міне біз осындаймыз деген. Міне дәлел деген оны. Соны қысқа баяндап кетті. فبئس ما اشتروا لأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده. Не істеді? Сонда Алла тағала олар күпірлік қылды да нені таңдап алды? Өздері үшін күпірлікті. Сонда таңдап алған, сатып алған нәрселер не болды? Фабиса, сатып алған, таңдап алған нәрселері ең жаман нәрсе болды. ولما استحكمت في قلوبهم عداوة الإسلام صاروا يجهدون أنفسهم في إطفاء نوره. Одан не істеді? Әбден жүректеріне дінге, исламға деген дұшпандық орнығып, әбден тамыржай бекіп алғаннан кейін неге күшті? Исламның нұры бар ғой, сол нұрын өшіруге әрдайым күш жұмсап отырды. Өшіруге. Сол себепті Алла не деп айтты? Жоғарда ваябаллаху илля айютимма нураху. Міне нураху деген жердегі дамирді Аллаға қайтарамыз ба? Аллаға қайтарамыз. Алла өзінің нұрын не істегісі келіп тұр? Ешкімге қарамастан, кім қарсы келсе де толықтырып тамамдайды, кемелдендіреді, ешкім қарамастан. Енді осы жердегі нұры қалай түсінеміз сонда? Ол ислам деген сөз ғой, ақиқаты деген сөз, дұрыс па? Сөзі деген сөз. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Демек فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُم. Демек оларға түскенді, негіз айтылған, жеткізілген үкімді алды да не істеді олар? Одан басқасын фабаддала, өзгертті. Сөйтіп не істеді? Валаму риджзан минас самаи бима кану яфсуқун. Істеген пасықтықтар үшін, істеген амалдар үшін не істеді? Аспаннан оларға не түсті? Азап түсті. Міне, демек Мәдинадағы бірінші тайпа болашақта пайғамбарымызға арқасынан балта шабатын, балтаны лақтыратын, жүрген кезде аяғынан шалатын бір топ осы. Енді екінші топ бар, олар кімдер? Әл-мунафиқун. Міне сонда ең қауіптілер, ең күштілер. Демек, кешегі Меккедегі мүшриктер мыналардың қасында жеңілірек. Себебі мүшриктер мүшрик екенін анық саған көрсетеді. Неге табынады? Тасқа табынады, содан сұрайды. Еврей не деді? Қасыңда жүріп, саған күліп тұрып, іштей бағда көре алмаушылықтан дұшпанды іштей жасырады. Тура сол сияқты еврей болмаса да, екінші тип бар, өте қауіпті. Мүшриктен қауіпті. Мунафиқ. Ол сенімен бірге намаз оқуы мүмкін. Сенімен бірге соғысқа шығуы мүмкін. Бірақ сондай бір сәт туындағанда артыңнан кеп балта шабады. Міне, сонда көрдіңдер ме? Пайғамбарымыздың өмірі керісінше болмаған. Күн өткен сайын мұсылмандардың саны көбейіп, күн өткен сайын жеңілдік боп, күн өткен сайын кеңдік боп, тоқшылық боп,
рахаттанған жоқ, керісінше дағуатты бастағаннан бастап, мен Алла елшісімін деген сөзді айтқаннан бастап, күн өткен сайын не істеп отырған? Сынақ ауырлай берген. Кешегі өткен күні мен бүгінгі өткен күні салыстырғанда, бүгінгі күн кешегі өтіп кеткен күннен ауыр болған. Демалу деген жоқ. Ал бізде өкінішке орай, әлсіз біз біле тұра кейде амал етпейміз, көп демаламыз. Ал пайғамбарымыз осымен не түсіндірмек болды? Алла тағала пайғамбарымыздың осындай сынаққа салуымен не түсіндірмек болды? Сүйіктісі қалағанын берейін деп тұр. Сол сүйіктісі үшін бәрін кешірейін деп тұрған жоқ па? Шафағат. Дұрыс па? Әш-шафаатул узма. Неге енді пайғамбарымызды қиындата береді? Неге? Себебі біз бұл жерге дем алу үшін келген жоқпыз. Өлім ақиқат, одан қаша алмайсың. Қанша жоққа шығарсаң да ол қуып жетеді. Екінші, адамдардан ешқашан саған жақсылық келмейді. Мағынасы не? Әрдайым күте бер, адамдардан жамандық келіп тұрады. Яғни бол, маған бүгіннен бастап ешкімнен жамандық келмейді деген ойды алып тастаған. Үшіншісі, ешкімнің көңілінен шықпайсың. Үш нәрсе ешқашан өзгермейді. Міне. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون الفاتحة الرحمن عليها الضالين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين.